Asық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, асық дегеніміз 4 түрлі қалың піштерінде болатын шымыр сүйек. Балалар білесіңдер ме? Ерте заманда ата-бабаларымыз ойыншық болмаған. Ойыншықтың орнына осы асықпен ойнайтын болған. Балалар, асықты шиірген сайын әртүрлі кейіпке енеді. Балалар, сендер асық ойнауды үйретейін бе? Олай болса балалар, кәне бәріміз ортаға шығып, ойын ойнайық. Балалар, біз енді қанталапай ойын ойнайық. Менің қанталапай ойынның ережесін сендерге түсіндіре өтсем, балалар, қазір мен сендерге ортаға асық шашатын болам. Кімге қызыл түсті үлкен асық түседі, сол ойынды бастайды. Жарай ма балалар? Олай болса балалар, қазір мен ортаға асықты шашамын. Тез жинап аламыз, жарай ма? Ал, шашамын, қанталапай ойнаймыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, кімде қызыл түсті үлкен асық бар? Жарайсыңдар. Олай болса балалар, ортаға қанталапай ойын ойнау үшін асықтарымызды тізбектеп қояйық. Балалар, енді асығымызды санайық. Кімде көп асық екен? Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі мерген баламыз біздің өркен екен. Өркеніміздің асығы көп екен, е?